Кітаптар мұңы. Әңгіме. Каналыма тіркелуді ұмытпаң. Мектептің қоймасына біреу бір құшақ кітап әкеп тастады. Есік қайта жабылуы мұң екен, шеткерірек түскен бірі басын көтеріп алды. Қайда келдім дегендей жан-жағына қарап сәл отырды да жанында жатқан көршісін түртті. Ол қозғала қоймап еді, жұлқып қалды. «Ей, тұрсаңшы. Қайда келдік, тірімісің өзің? Ой, мазамды алмашы. Бүйткенше парақтарымның пәре-пәресі шығып, желмен ұшып кеткені жақсы еді. Не боп қалды? Жалғыз сенің басыңа келді. Деймісің бұл қиыншылық. Біздің де көрген қорлығымыз аз емес. Биылғы оқу жылын зорға аяқтап шықтық. Басыңды көтер. Жөн сұрасайық. Кімсің өзің? Сыртың бұп-бүтін ғой. Сыртымды қайтесің? Деді анау жер таяна орнынан әрең тұрып. Сыртым бүтін болғанмен ішім түтін. Ана тілі оқулығымын. Мен үшін авторлар түн ұйқысын төрт бөліп, қанша қызмет етті десеңші. Баспа қызметкерлері әрбір әрпінді жекелей теріп, көз майын тауыспаппайды. Сонда кім үшін? Балалар оқысын, сауатын ашсын, адам болсын деген ізгі ниет еді ғой бәрінікі. Мен де қолымнан келгенше өз бойымдағы білімімді беріп, балаларды адамгершілікке, парасатқа тәрбиелеуге тырысып бақтым. Қырсық қылғанда Адырбай деген баланың қолына түсіп, бір жыл болмай мына күйге ұшырадым. Егер күтіп ұстаса, келер жылы мені басқа балалар оқымас па еді, қайтейін. Біздің де оңып тұрған жеріміз жоқ. Мен ежелгі дүние тарихы оқулығы боламын деді бірінші кітап. Сотқарбай деген баланың меншігіне тидім. Әдепкіде оқулық болып мектеп босағасын аттағаныма қуанып едім. Оның көпке бармады. Сотқарбай суретімді сиямен бастырып сызып тастады. Оқу жылы аяқталған күні ауласына тастап кетті. Әріптестер, қанша айтқанмен ана тілімін ғой. Менің айтқанымды тыңдаңдаршы. Әркім өз дүниесіне ұқыпты болуы керек қой. Ондай балалар жоқта емес. Жоқ емес-ау, көп. Алайда олардың бір кемшілігі Адырбай мен Сотқарбай сияқтыларға ақыл айта алмай келеді. Мысалы, менің өзім сияқты құрдасым болды. Екеуміз мектеп кітапханасына бір күнде түстік. Міне оқушы деп оның иесін айт. Ондай баланың қолына түссең, арманың болмас. Кітаптың керек бетін белгілеу үшін парағын бүктемейді, қағаз салып қояды. Енді бізді қайтер екен? Деді бір кітап. Әлде жинап, отқа тамызық етер ме екен? От деген сөзден бәрі селк ете қалды. Бір сәтке үндері шықпай, іштен тынды. Мүмкін, бір кәдеге жаратар. Түптер деді ежелгі дүние тарихы сәлден соң басу айтып, әріптестерім, отқа тамызық қылаты деп ұнжырғаларың түспесін. Мен тарихты білсем, бізді фабрикада жуып, тазартып, сиямыздан арылтып, баяғыдай ақ қағаз жасап, баспаханаға жөнелтеді. Баспахана қайтадан кітап етіп шығарады. Тек келесі жылы ұқыпты оқушының қолына түссек, деңдер. Соны айтсаңшы деді бәрі бірдей жамырап. Танаш Дәуренбеков. Кәдеге жарау пайдаға асу. Кітапты түптеу, кітап парақтарын біріктіріп тігу. Басу айту, тыныштандыру. Ұнжырғасы түсу, еңсесі түсу, ренжу. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.